Сәлеметсіздер ме достар, баршаңызға бүгін сіздерге лаваш қамырынан жылдам рулет жасап көрсететін боламын. Екі түр рулет жасап көрсететін боламын. Біріншісі көкөністерден, ал екіншісі етпен. Бисмиллах деп жұмысты көкөністерді турадан бастаймыз. Пиязды осылай майдалаймын. Қарасеңіздер жіңішке ұзын қылып турасаңыздар да болады. Тұзды дәмдеуіштерді дәміне қарай қосамыз. Майонез бен қызылша соусын араластырып, осылай қамырға бір тегіс тығып жағып шығамыз. Еттен дайын болған салмамызды осылай үстіне бір тегіс қылып жайып шығамыз. Рулетті ораған кезде қатты қылып, жақсылап орау керек. Енді екінші рулетімізді жасауды бастаймын. Осылай ана бала күштерімізді аламыз да картоплымыз бен сарымсағымызды күштен өткізіп аламыз. Мінекей достар, лавашымыз да дайын пісті. Бұны қазір бөлектерге бөлетін боламыз, рулет қылып. Өте жылдам, қарапайым рецепт. Кез келген қыз-келіншектің қолынан келеді, жасай алады. Достар, рулеттерім ұнаған болса, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Сіздермен болған Альбина, сау болыңыздар.